Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы цитоплазма және оның органоидтары деп аталады. Яғни біз бүгінгі сабақта мембранасыз және бір мембраналы органоидтардың құрылысы мен қызметінің ерекшеліктерін түсіндіретін боламыз. Сабағымыздың мақсаты цитоплазманың құрылысы мен қызметін оқып білу, мембранасыз және бір мембраналы органоидтардың ерекшелігін анықтау. Сонымен қатар сабақтың соңында сіз цитоплазманың құрылысына кіретін құрылымдарды атай аласыз және мембранасыз бір мембраналы органоидтардың маңыздылығын сипаттай аласыз. Цитоплазма қоршаған ортадан плазмолема арқылы бөлінетін, құрамына гелоплазма, тұрақты және тұрақсыз қосындылар кіретін жасушаның құрам бөліктерінің бірі. Цитоплазманың құрылысы мен қызметі туралы мына видеоны назар салып көрейік. Цитоплазма представляет собой внеядерную часть клетки, ограниченную от окружающей среды плазматической мембраной. Содержимое клетки вместе с ядром называется протоплазмой. Важнейшая роль цитоплазмы – объединение всех клеточных структур, компонентов и обеспечение их химического взаимодействия. Она выполняет и другие функции, в частности, поддерживает тургор клетки. Термин цитоплазма предложен Эдуардом Страсбургером в 1882 году. В состав цитоплазмы входят органические и неорганические вещества. Основное вещество цитоплазмы – вода. В цитоплазме протекают почти все процессы клеточного метаболизма. Жидкая часть цитоплазмы, цитозоль, составляет около половины объема клетки. Цитоплазма постоянно движется, перетекает внутри живой клетки, перемещая вместе с собой различные вещества, включения и органоиды. У всех эукариот в цитоплазме присутствует сложная опорная система – цитоскелет, в котором выделяют несколько основных систем, каждая из которых выполняет определенные функции. Микрофиламенты, белковые нити диаметром всего 4-7 нанометров, участвуют в изменении конфигурации плазматической мембраны. Промежуточные филаменты имеют средний диаметр 10 нанометров. Их функции изучены недостаточно. Микротрубочки диаметром 20-30 нанометров выполняют механическую функцию, поддерживают постоянную форму клетки, а также участвуют в переносе различных веществ по цитоплазме. Міне балалар, цитоплазма гелоплазмадан, микротүтікшелерден, микрофиламенттерден және аралық филаменттерден тұратын күрделі құрылым болып табылады. Келесі, жасушада кездесетін органоидтардың құрылымына қарай мембранасыз және мембраналы органоидтар деп бөлінеді. Мембраналы органоидтардың өздері бір мембраналы және қос мембраналы деп аталады екен. Бүгінгі сабағымызда біз мембранасыз органоидтардың ішінен жасуша орталығы мен рибосоманың құрылысы мен қызметін қарастыратын боламыз. Клеточный центр или центросома расположен в цитоплазме рядом с ядром и образован двумя центриолями, цилиндрами, расположенными перпендикулярно друг другу, состоящими из белка тубулина. Диаметр каждой центриоли 150-250 нанометров, а длина 300-500 нанометров. Центриоли – самопроизводящиеся органоиды. Перед началом митоза происходит их удвоение. В профазе митоза две пары центриолей расходятся к полюсам клетки. От них начинает формироваться веретено-деление, которое в анафазе митоза растаскивает удвоившиеся хромосомы к разным полюсам. Центриоли были открыты в 1875 году Вальтером Флемингом. Рибосомы от РНК и сома тела – клеточные немембранные органоиды, осуществляющие синтез белка. Рибосомы содержатся в клетках всех без исключения живых организмов. В каждой клетке содержится от десятков тысяч до миллионов рибосом. Рибосомы эукариот расположены на мембранах эндоплазматической сети и в цитоплазме. Состоят рибосомы из двух субъединиц – большой и малой. Каждая субъединица представляет собой комплекс рибосомных РНК и белка. Между субъединицами имеется щель, в которой расположена молекула информационной РНК, в которой закодирована информация о структуре белка. Міне балалар, бұл видеода жасуша орталығы, яғни центросома мен рибосоманың жасушадағы маңызды қызметтері аталынған. Яғни жасуша орталығы жасушаның бөлінуіне қатысатын болса, рибосома нәруыз синтезіне қатысатын органоид.
Келесі бір мембраналы органоидтар. Оларға жататындар эндоплазмалық тор, Гольджи жиынтығы, лизосома және вакуоль. Келесі видеода осы органоидтардың маңыздылығына тоқталайық. Комплекс Гольджи занимает ключевое место среди мембранных органоидов клетки. Впервые этот органоид был описан итальянским врачом Камило Гольджи, в честь которого и получил свое название. Этот органоид представляет собой систему полостей, канальцев и плоских цистерн, окруженных множеством пузырьков. Часть пузырьков доставляет в комплекс Гольджи химические вещества из эндоплазматической сети. В цистернах эти вещества хранятся, химически перерабатываются и сортируются. Другие пузырьки приспособлены для выведения из клетки продуктов синтеза, поэтому в железистых клетках комплекс Гольджи значительно развит. Лизосомы – клеточный органоид размером 0,2–0,4 микрометра, окруженный мембраной и наполненный растворимыми гидролитическими ферментами, который отвечает за внутриклеточное переваривание макромолекул. Они содержат специальные ферменты, способные расщеплять углеводы, липиды, белки. Формируются лизосомы в комплексе Гольджи, где накапливаются пищеварительные ферменты. Попадая в цитоплазму, они сливаются с пищеварительными вакуолями и превращаются во вторичные лизосомы. Цитоплазмада ұсақ каналдар мен қуыстардың жүйесін көруге болады. Бұл эндоплазмалық тор. Эндоплазмалық тордың негізгі екі типі бар: түйіршікті және тегіс. Түйіршікті деп аталатын себебі оның бетінде рибосомалар орналасқан. Ал тегіс эндоплазмалық торда рибосомалар болмайды. Және құрылымына қатысты бұл екі эндоплазмалық тор әртүрлі қызмет атқарады. Түйіршікті эндоплазмалық тордың бетінде рибосом орналасқандықтан оның қызметі нәруыз синтездеу. Ал тегіс эндоплазмалық тор липидтер мен көмірсуларды синтездейді. Және түзілген бұл өнімдер каналдар мен қуыстарға жинақтала отырып, цитоплазмадағы басқа органоидтарға тасымалданады. Келесі бұл вакуольдер. Вакуоль негізінен өсімдік жасушасының цитоплазмасында анық көрінеді. Ол танопласт деп аталатын плазмалық мембранамен шектелген және жасуша шырынымен толтырылған. Жас жасушаларда вакуольдер көпіршік күйінде болады. Ал өсімдік өскен сайын үлкен вакуольдердің жүйесі бір вакуольге айналады. Балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша біліміңізді тексеру тапсырмалары. Берілген суреттен жасуша құрылысын атап, мембранасыз бір мембраналы органоидтардың рет санын көрсетіңіз. Яғни, бір бұл ядро, 2 эндоплазмалық тор, 3 хлоропласт, 4 вакуоль, 5 жасуша қабықшасы, 6 плазмалық мембрана, 7 цитоплазма. Және мембранасыз органоидтың рет саны 4, мембраналы органоидтарға 2, 3 және 1, яғни ядро жатады. Келесі екінші тапсырма. Оқулықтың 94-ші беттегі синтез бөлімінің тапсырмасын орындау. Жасуша орталығы жасушаның жұмбақ компоненті болып саналады. Бұл органоидтың ерекшелігі неде? Сіздер қалай ойлайсыздар? Яғни, жасуша орталығы құрылысы өте нәзік. 2 диплосомадан тұрады екен. Және жасушаның ішінде ол маңызды қызмет атқарады. Оның құрылысы көпке дейін анықталмағандықтан, бұл жұмбақ компонент деп, немесе ғалымдар оны жасушаның канцер мейстері деп те атаған екен. Балалар, бұл сіздерге бүгінгі тақырып бойынша орындайтын оқу тапсырмаңыз. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша цитоплазмадағы микротүтікшелердің тасымалдау қызметін тұжырымдаңыз. Яғни денеиннің және кинезиннің
заттарды тасымалдау қызметін тұжырымдайтын боласыз. Екінші тапсырма. Берілген органоидтардың құрылысы мен қызметі арасындағы байланысқа 3 мысал келтіріңіз. Яғни эндоплазмалық тордың лизосома және Гольджи жиынтығы мен факөлдің арасында қандай байланыс бар екенін анықтайтын боласыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.